аузын ашса жүрегі көрінеді деуге келетін бір адамдар болады. Олардың бір жақсы қасиеті өздері еш нәрсе жасырмайтын, дәлірегі жасыра алмайтындықтан оларға өзің де жаныңның есік терезесін айқара ашып тастағың келеді. Алматының Алатау шипажайында демалып жатып, оңтүстіктен келген Қабден атты жігіт бөлмелес болдым. Өлең жазатын, ән салатын, әзіл анекдоттардың түбін түсіретін, отырыстың гүлі дейтіндей ақ жігіт екен. 40-тың бел ортасынан асқан жігіт ағасы атанып қалған өзіммен құрдас болған соң ба, екеуміз тез арада шүйіркелесіп, іші бауырымыз араласып кетті. Алғашқы махаббатың жайлы айтып берші, дедім бірде. Жексенбеді, ем-дом бұл күні жоқ. Қабден әңгімесін бастап кетті. 20-дан жаңа асқан кезім. Жеңіс мейрамы күні. Екі қол қалтада, жаным жер-көкке сыймай, қаладағы орталық баққа жалғыздан жалғыз сандалып келе жаттым. Өзім жалғызбын ау, ал кеудемде, менің басымдағы қиялым, көкірегімдегі арманым, аз ғана хабары бар адам, адуын ақынның. Сен менің өзімді көрсең, тұрысым осы менің. Мендегі ғаламат сезімді көрсең, шошыр едің деген өлең жолдарын еске аларым еді. Жалғыз қалмау үшін дос керек. Дос демекші менде осы дос деуге тұратын асыл сезімге лайықты жан бар ма? Құдайға шүкір, біреу бар. Біреу де болса бірегей, бір де болса оңға татиды деп ойлаймын. Бірақ ол алыста, сонау Алатаудың аясындағы ақ шаңқан арманшыл Алматыда біздерді жалғастырар дәнекер ақ қағаз, күлгін сияны арқалап кететін хаттар. Шіркін, сенің хаттарың ай хаттарың, шіркін менің хаттарым ай хаттарым. Сол кездегідей жүрек сіркін солқылдап, сол кездегідей сезім шіркін. Ақтарыл, дос, ол біреу не екеу тіпті үшеу ғана болатын шығар. Әрине нағыз дос, жан қиысар, қандасың, қан құйысар, бірақ ердің артқы қасын сұрамайтын нағыз дос. Осындай ой қуалап саябаққа ене бергенімде, ғажап, сүйікті жар, мен сені танымаймын, алдымнан өзің шығып танытсың деген өлеңдегі бір жолды еске түсіретіндей бір қыз келе жатты қарсы алдымда. Қасында ауылдағы жақын әпкем Орынша. Әпкеммен амандастым. Ол мені жеңіс күнімен құттықтап, қасындағы қыз күлімсіреп қолын ұсынды. Қолы жұмсақ екен. Тура шыға секілді. Көзіне көзім түсті. Күлімдеп тұр. Қолын ұзағырақ ұстап қалғанымды сезінді ме, тұла бойым шым-шым етіп, бір нәрсе жүгіріп өткендей болды. Бетім ду ете түсті. Не айтып не қойғанымды білмеймін. Олардың сөздерінің бірін ұқсам, екіншісін ұқпадым. Есімде қалғаны қыздың есімі аты Алмаш екен. Алма емес пе? Жоқ, Алмаш. Ал сізге тек алма ұнай ма? Ақ алма, қызыл алманы кеп жегенсіз ау өзі. Ол сыңғырлай күлді. Мен төменшіктеп қалдым да, әншейінде ауыз жаппас той дегенде, өлең таппас дегендей. Жоқ, бірақ Алмаш деген, Алмашы, Аяшы деген сияқты елестейді екен. Қайта-қайта айтсаң әрине, дедім. Осылау, ойымды қуаттандыра түскісі келді ме, жаңа танысым. Алмаш, Алмаш, Алмаш деп қайталап көріп, екеуміз қосыла күлдік. Шіркін Алмаш. Сол Алмашпен танысқан күннен менің өмірімде күтпеген өзгеріс бастала кетті. Ерте тұрып, қаланың күншығысындағы алып зауытқа жұмысқа кетем. Көңілде көктем, көкірек көтеріңкі, көзде қуаныш ұшқыны. Бұрынғыдай ауысым бітісімен апыл-ғыпыл емес, асықпай мұқият жуынып аламын да технология институтына тартам. Онда кешкі бөлімде Алмаш оқиды. Кешкі 10:30-да лекциялары бітеді. Есіктің алдынан күтіп аламын. Құда бала, сәлем, дейді. Сүйкімді дауысы жылы жымыспен. Қолын аламын, қолтығынан алуға қорқамын. Қорғаншақтаймын. Оны сезеді ме, Алмаш өзі қолтығымнан алады да қатарласып жүріп кетеміз. Шіркін Алмаш, не деген сезімді ал едің?
Күндегі әдетіміз осы. Кешкі 10-нан түн ортасына дейін облыстық театрдың арқа жағындағы әдемі бау дарақтың арасында қыдырамыз. Жұп жүргендердің, жігіттердің алмашыма көз салмайтындары кемде-кем, кей қутымсық қызыл көзділері қызғана қарайтындай. Мүмкін менің көңіліме солай сезілер. Әйтеуір өзімді керемет ақжолтай жолы болғыш жігіт екенмін деп ойлай бастағандаймын. Жүрегім кейде торға түскен торғайдай тыпырғалады. Кең әлденеге алаң, әлденеге илігізулі. Тіліме ып-ыстық ырғақтар оралады. Есіме бір өлеңдер түседі. Сол әдемі әндегі ғашық ынтықтық әрекетті бізде қалайтынбыз. Бірақ біздегі әрекет әлде қайда ыстық, тәтті әрі ұзақ болып келеді. Шіркін Алмаш, сен бақыт үшін және сүйіктіңді бақытты ету үшін жаралған жансың ғой. Арамызда айтылмаған арман, ақтарылмаған сыр, өрбімеген әңгіме қалмайды. Бәрі айтылады. Осылайша 2 жыл уақыт өтті. Бірде оған бұдан былай сені бәтесім деп айтамын, дедім еркелеп. Ол сабырлы қалыппен сәл ойланып қалды да. Осыны шын айтып тұрсың ба? Мен бәтес, сен бүркіт болсаң, енді жетпеген мөлдір махаббатты бүлдірген мүсәпір емес пе? Иә, мен оқығам Мұхановтың мөлдір махаббатын, деді сыбырлағандай. Қадамымызды баяулата тоқтаттық. Бір-бірімізге қарама-қарсы қарап тұрмыз. Ай сәулесі Алмаштың бетіне түсті. Кере қарыс жазық маңдай, тұңғиықта ойлы, мейірге толы жанар. Қияқтай қаспен әдемі қабақ, үлкен демес, кіші демес, сүп-сүйкімді келісті қыр мұрын, әсем де нақышты иек. Бәрі айдың алтын сәулесімен мәрмәрдай құйырылған ғажап мүсін өнерінің маңдай алды туындысына ұқсап тұрады. Ортамызда ерсілеу үнсіздік. Кешірші, дедім даусым күбірлеп, күңіреңдеу шықты. Жаным ышқына, шыңғыра, жылап жатыр. Ту, кет бәлекет, мүсәпірі несі? Берілмеймін, сен ешкімге де бермеймін. Бұл емес, Алмаш, менің атым Алмаш, мен бүркіт емеспін, мен ойланбай айта салыппын. Махаббаттың түбіне ойламау жеткен қашанда. Қайран Төленшаға, мен мұны неге естен шығардым екен? Мен не айттым, ол неге мұңайды? Не айтсаң да жақсы нәрсе айт, періштелер әумин десе, сол нәрсе орындалады деуші еді ғой апам. Ендігі әрі ойланып сөйлейінші. Осындай ойлармен жатақханасына 222 бөлмеге әкеліп салдым. Ұзақ сүйісіп қоштастық. Бағанағы көңілсіз әңгіме ұмытылғандай, көңілдегі көрінбес кірбің жуылып тазарғандай. Әне 222-нің шамы жарқ етіп жанды. Әне бір әдемі сұлба Алмаш, менің Алмашым. Шамың қандай жарық еді. 222. Оны жарқыратып жіберген менің Алмашым шығар. Үлбіреген перденің қандай нәзік. 222. Ол үлбірете үтіктелген менің Алмашымның арқасы. Қош бол, ертеңге дейін 222. Ертең кешке дейін, ертеңіне дүйсенбіде біздің бригада таңертең шұғыл түрде Алматыға сапарға кетті. Бір айға. Осы бір ай менің өмірімдегі ең ұзақ, ең жылжымайтын зіл батпан уақыт көрінді. Жаныма жалау, көңіліме медетті, Алмашпен өткерген кездерімді зердемнен қайта сүзу. Шіркін Алмаш, қылықтарың қандай тәттеді, қандай әуес. Ең алғашқы сүйіскеніміз. Ай, сүт сәулесіндей себезгелеп тұрды. Алмаш жарқ етіп күлген кезде бетінің оң жақ шұңқырына бір күлкіме әдемі сезім үйіріле қалды. Мөп-мөлдір су бетіндегі болар-болмас иірім тәрізді. Сол иірім мені тартып бара жатқандай. Мен нар тәуекелдеп кеудемнің діріліне қарамастан әлгі титтей иірімнен ұрттап көрдім де, әсем жымиған ал қызыл әдеберінге қадала ұзақ өптім. Ол алғашқы сәл секем алғандай, кеудемнен әлсіз ғана әнтек итергендей әрекет байқатты да, сонан соң екі ақ білекті иығымнан алып, бауырыма кіре түсіп, ебедейсіздеу аймаласа бастады.
Біраздан соң шәрбат сусынға қанбай қалған жандар сияқты әлгі ынтызар әрекетке қайта кірістік. Сол шырын қылық қайталана берді. Сол жеңсік тірлік, әуес әрекет ешбір мезеткен емес. Қайта бірте-бірте жаңа қыры, соны тәсіл, тосын ықпалы ашыла түскендей. Сөйтіп ешкім үйретпей-ақ біз ынтықтық пен ынтызарлық әліппесін тәп-тәуір меңгеріп алдық. Шіркін жастық шақ, 20 жастар жігіт пен 18-ге жаңа толған жас қыздың қылығынан пәкте артық не бар деген мына күнәға толы жалған дүниеде. Мен кейде өлең оқимын, кімдікі қай ақын деп сұрайды Алмаш. Аузыма түскен бір танымал ақынның атын айта саламын. Өзімдікі деуге жүрексінем, күлкіге қалам ба деп қорқамын. Құда бала, деді бір күні Алмаш, сен неге жасырып жүрсің менен ақын екеніңді? Не дейді? Кім ақын? Кім айтты? Өзім көрдім, аудандық газеттен. Бірімізден біріміз еш нәрсе жасырмаймыз деп серттескеніміз қайда? Мен өкпеледім саған. Алмаш кәдімгідей бұртиып қалды. Аудандық газетке шыққандардың бәрі бірдей ақын болып кетпейді. Тіпті облыстық, республикалық газеттерге өлеңін басылса да, ол ақындық белгісі емес. Кейбіреулер қабырға газетіне шығып та қырып кете жаздайды екен ғой. Екеуміз де күліп жібердік. Өйткені бұл оқиғаны оған мен айтып берген едім. Мектепте бір бала қабырға газетіне өлең жазып, онысы Жүрді журналының ересектегіне санына жарияланған үлкен ақынның өлеңі екені белгілі болып қалған. Сөйтсе, әлгі жиен ақынымыз нағыз ақындардың бір тақырыпты бірдей жырлай беруі мүмкін деген сөзді айтқан ғой, шылп етпестен. Алмаш соны меңзеп, соны айтып тұрды. Екеуміз тәтті қиялдарға берілетінбіз. Ертең үйленген соң не істейміз? Қай жерде тұрамыз? Неше перзент болғаны жөн? Тағы сол жағаласа береді, жалғасады. Аранжировкасы Алмаштың кейде ұяла, кейде қымсына, кейде наздана сыңғырлаған әдемі күлкісі. Айнам, дедім бір күні. Бір нәрсе сұрасам айтасың ба? Айтамын. Не сұрасаң да? Сенің менен бұрын жігітің болып беді? Болған. Кеуде тұсым солқ етіп, төмен тартып кеткен тәрізді. Көзіне үн-түнсіз тіке қарадым. Ол да жанарын аудармады. Сен сұрадың, мен айттым құда бала. Ал мен өтірік айта алмаймын. Ол жігіт қайда енді? Дедім. Жігітің деген сөзге екпін салыңқырап. Жігіт болғанда, ол өзі бір вечерде ғана жігіт болып, сол жерде сыбағасын алып, сонымен қойған. Әдеттегідей сөзінің соңын қоңырау күлкімен көркемдеп жіберді. Бүгін ертерек қайтайық, деді үнсіздікті бұзған Алмаш. Аға мен жеңгем ауылға кеткен. Маған үйге қара деп еді. Соңғы кезде пәтер тонау жиіліп кетті ғой. Мына сөзден соң жүрегім атқақтай жөнелді. Үш бөлмелі пәтерде Алмаш екеуміз ғана. Люстра тым жарқырап кетті деп Алмаш ночнушка жақты. Қызғылтым түсті екен. Алмаштың шәйі желеңі де сол түстес. Төрдегі жарасымды жиһаз да сондай. Дүниенің бәрі қызғылтым. Менің де қыз кеудесін ашып, қызғылт тарамын басып көрмеген қызу қаным басыма шауып, жүрегімнің дауылпазын соқтырып бара жатты. Көзімдегі құмарлық пен құштарлық, ынтызарлық пен іңкәрлікті атойлап бас көтеріп келе жатқан тентек сезім, бұзық бүлкілдікті сеземе Алмаш. Құда бала, саған сенің кісілігің мен тектілігіне, жігіттік төзіміңе сенемін, деп маған бір әңгімені бастады. Күш көрсетпейтініңді білемін, бірақ өзіме өзім әлім жетпей қалса ше. Жақсылықтың жоқ сәулем ерте кеші. Жоқ, әр нәрсенің өз орны бар. Менің кеудем өзгеше тербеліске толып кетті. Тар төсекте көрер таңды көзімізбен атқыздық. Жастарға тән нәзіктік пен нәзік қылық, емірену мен тебірену, айналу мен толғану бәрі де болды. Күн мен желден басқа тимеген, көз қарықтырар майда діріл тербеген қос анарын алақанымен қаншама аяладым. Еріннен қаншама аймаладым. Бірақ әйтеуір ортадағы кіршіксіз үлбіреген үлдірік алмас кезектің жүзінен аман қалды. Біздің бригаданың алған тапсырмасы ырғақты, сипатты ауысым деп аталады екен де, оның мәнісі
Таңның атысы, күннің батысы, сенбі, жексенбі дейтін демалыс күндеріне қарамай, істі тезірек бітіру керек деген сөз екен. Сондықтан 2-3 апта хабарсыз кеттім. Алмаш не ойлап жүр екен? Құда баласы құрдымға батқандай құрып кетті. Алмаш облыстық заңгерлер кеңесінде істейтін. Соған телефонмен хабарластым. Жағдай сұрасқан соң, ол Алматыда пәлен деген мекен жайда Ләйла деген дос құрбым бар. Соған жолық міндетті түрде деп 2 рет қайталады. 2 ауыз сөзге шиеленіскен құпия барын дауыс ырғағынан терең ұқтым. Айтқаны бойынша Ләйләні тауып алдым. Құжаттарын өнер институтына тапсырыпты. Мені таңғалдырғаны үстел үстіндегі портрет ақын деп аталады. Сондай таныс кім? Олжастың газеті ме? Жоқ, Шоқан ба? Сұрадым. Ләйла күлімсіреді. Онысы Алмашқа ұқсап кетті. Сағынғаннан бекен. Шынымен танымадың ба? Жоқ. Бұл сенің портретің ғой. Алмаш айтуы мен суреттеуі бойынша салғанмын. Жүрегім бе, ішкі сарайым ба, білмеймін. Әйтеуір кеудемде тұтым жып жылынып бара жатты. Бұдан асқан қандай суреттеу, бағалау болады. Осылайша өз-өзіммен елдіріп тұрғанымда Ләйла. Білесің бе қабен? Деген үнмен шікәмішіл салқындық сезіп қалдым ба, бар зейініммен жүзіне үңілдім. Оның әр сөзі балғаға соққыласқандай басым естілді. Білесің бе, ол сені мына жағымен, сол қолымен жүрек тұсын басып көрсетті. Жақсы көреді. Сендер 3-ші курсты бітірген соң үйленбек болып шешкен екенсіңдер ғой. Оған әлі жылдай бар. Ал жақында Меліс әскерден келіпті. Қай Меліс? Баяғы Алмаштан сыбағасын алған ше? Иә, сол қызып отырып айтыпты. Сол қызды әйел қылмасам жігіт емеспін деп. Енді не істедік? Шұғыл түрде кешкі пойызбен Шымкентке тартып кеттім. Пойыздан түсе сала Алмаштың жұмысына жеттім. Жоқ, ешкім білмейді. Келмегеніне 2-3 күн болыпты. Орында бөтен қыз отыр. Уақытша дейді. Кешке 222 бөлмеге келдім. Есік күзетуші егделі орыс әйелі менің сауалыма: «Молодой человек, ведь его украли. Есть у вас такой обычай?» деп мысқылдай күлді. Күлді де менің түріме көз түсіп кетіп: «Ой, бедный, бедненький, как я тебя понимаю, но ничем не могу помочь» деп мүсірге қарады. Я, енді маған ешкім де көмектесе алмайды. 2 иінім салбырап, құр сұлбам қалды. Міне Алмаш екеуміз отырған, оған қарай жантайып, тізесіне басымды қойып еркелей жатқан. Арқасы бар ұзынша орындық. Онда басқа бақытты жұп отыр. Бақытты жұп, байқаңдаршы, бақыттарыңнан көз жазып қалмаңдаршы. Мөлдір махаббаттарыңды мүсәпір мелістер бүлдіріп кетпесінші. Айналайын жас жұп. Бейуайым жастар. Қайран Алмаш, шынымен айырылдым ба сенен? Не үшін, не күнәм бар еді, не жазығым бар еді мына жаратқанға? Бір пендеген қылдай қиянатым жоқ еді ғой. Жан адамның бетіне тіке қарамаушы едім ғой. Сорлы ынжық, қиялшыл бейшара. Кімге керек сенің адалдығың, турашылдығың, ақ жүректігің, ақ көңілдің? Кімге керек сенің ақ пейілің мен ақ шымылдығың? Зұлымдық өледі, мейірім жеңеді деуші еді ғой жет атаңның қақ шекесі. Ол аксиома мынадай: қабен Алмаш көнеді, мүсәпір Меліс жеңеді. Солай жатақханадан жаяулап комсомол саябағына келіппін. Биік-биік терек, қара ағаш, қара тал, қарағандардың жапырақтары күздің желімен үзіле кетіп, сусылдап, қалбалақтап келіп бетке ұрады. Қою қараңғылық басқан баг ішінде бірде-бір шам жанып тұрған жоқ. Менің құлазыған көңіліме әдейі істелген табиғи реңк баттасқан қара бояу секілді. Бет аузым дыңқылдамғандай. Бұл күздің алғашқы жаңбырының тамшылары ма, әлде мен жылап келем бе? Тамағыма тас тұрып қалған секілді. Әлде неге кеңсіргім ашылды. Мынау тас түнек сол баяғы таныс бақ па, басқа ма? Алмаш екеуміз жүргенде бұл саябақ самаладай жап-жарық еді ғой. 2-3 апта өтті. Еш нәрсеге жауқым жоқ. Ішкі дүнием ішігу деген ауруға ұшырап, іріп бара жатқандай. Іштей ыңыранамын. Аузымнан шыққан ақ жалын ұйқасқа айналып барып басылды. Мені сүйген, мен де сүйген әз ару, ендігі дерт құсалықтан бозару. Қара батпақ менің аппақ сезімім, мүмкін емес одан енді тазару.
Осылайша опырылып отырғанда әлде бір жақсылықтың үні жеткендей, қараңғы көкірегіме себезгеп сәуле түскендей. Орынша әпкем, соның жақын қайынсіңлісі емес пе? Сол білер бір хабарын. Қаланың бір шетіндегі әпкемнің үйіне салып ұрып жеттім. Жақсысы, үйде бір өзі ғана екен. Болған жайтты баяндау етті. «Я, осындай іс өтті», деді бас аяғыма шола қараған Орынша әпкем. Ойламаған жерден сабағынан қайтып келе жатқанда Алмашты 3 жігіт басып алып қашқан. Қасқасу ма, шошқа бұлақ па, әйтеуір Леңгірдің ар жағындағы тау баурайы. Алмаш көнбей қатты қарсыласқан. Түскен үйдің шәт-шәлекейін шығарған. Сүйген жігітім бар, уәдеміз бар, қосылып та қойғанбыз деген. Бәлені ме, ауылдың әйелдері бірінен соң бірі кіріп, бәрі қосыла жармасып жүріп, көндіргенге ұқсайды. Соңғы үміт үзілді. Бақтағы соқыр шамдай кеудемдегі жарық та бір жола сөнді. Есіл Алмаш, маңдайымның бағы бар деп жүргенде, сормаңдай болып шыға келдім-ау. Маңдайыма сыймай кеттің бе? Соқа басым состиған күндерде есеп жоқ. Бірде жаным жабырқап, көңілім құлазып, кешке қарай бейбасталар мезгілде орталық саябақта жападан жалғыз келдім. О ғажап, би алаңының дәл ортасында Алмаш билеп жүр. Шарбаққа жақындап зер сала анықтай қарадым. Сол айна қатесіз өзгермеген. Жоқ, өзгерген, мүлде басқа. Ұзын бұрым кесілген, азғындау, өңі қуқыл тартыпты. Бар ынты-сынтасымен билеп, айнала топтың назарын еріксіз өзіне аударып алған. Бар өшін ашу ыза кегін биден, би алаңнан, 2 балтыр мен қос өкшеден алардай ерекше жұлқынып билейді. Сәлден соң музыка аяқталды. Барабанның соңғы ұрысынан селк етіп, шегіншектей бергенімде, «О, құда бала!» деп саңқ еткен дауыс шүйкемді шымырлатты. Дауыс Алмаштық еді. Бұл дауысты мен сан мың адамның арасынан айнытпай таныр едім. Жаңа ғана аяқталған бидің ырғағы бойынан тарамай, жеңіл қозғалған Алмаш, қасында ұзын бойлы өң сары көзі көк, маңдайы екі елге жетер-жетпес біреуді ертіп келді. Танысып қоюымызды еркелей тұрып, өтінгендей болды. Анау, «Мелс» деп қолын ұсынды. Тістері темекі түтінінен сарғыштанып кеткен, үстіндегі киімі алабажақ, сары туфли, қара шалбар, шұбар-шұбар, жолақ-жолақ, түрменік сияқты көйлек киіп алыпты. Менің орныма Алмаш сөйлейді. Ал мына жігіт. Алмаш аз кем пауза жасады. Құда бала қабен. Сөйтті де осы қылықтарына кешірім өтінгендей үнмен, Мелсті бүгін қоярда қоймай, биге сүйрегендей алып келіп едім, деп қосып қойды. 2 қолымды неге екенін тарқатпай ұстап, желкеме апарып, шалқая керілдім де. «Құттықтаймын, құтты болсын», дедім. Аузыма басқа сөз түспеді. Алмаш та Мелс те менің сөзімді жауапсыз қалдырды. Осы сәт сахнадан: «В нашей программе белый танец, то есть дамы приглашает кавалеров», деп хабарлады. Мелс кезекті темекісін тұтатты. Алмаш мені биге шақырды. Енді қазір болатынына бір сұмдық, екеуміз де қоса қабат күрсіндік. Адамның арман емес, Алланың пәрмені болады екен де, құда бала. Сенің кінәң да жоқ, күнәң да жоқ. Таусыла күңіренбеші, деп жұбату сөз айтты Алма. Одан әрі өзінің өкінішін етекпен басқандай шыжылдаған шындықпен жеткізді. Баяғы түнде, есіңе түсірші, баяғы түні, саған қиғанда ғой, сол түнді бұлай өкінбес едім. Өмірді есте қалар, сені есіме салар түн, бір ғана маздақты мезетім болар еді. Ақшымылдық ішінде адал сезіммен ақ төсекте табыссақ деп едік қой Алмаш. Арада неше нәрсе болған жоқ деп, бәрінде басынан қайта бастасақ ше. Қабен, сен осыны шынымен айттың ба? Ойландың ба? Жүрегіңнің күшімен бе, әлде тіліңнің ұшымен бе айтқаның? Тек мені аяғандықтан айтып тұрған жоқпысың мына сөздерді? Мені кім аяр екен? Көңілім босады, кірпігім буланды. Көңіл ауанымды аңғарған сезімтал Алмаш та босаңсыды. Жүз албырап, жанары жасарағандай ма? 2 құбылыс бір-бірімен жымдасып, алғашқы бастауын таба бастағанда оқыс үні андыранды үзіліп жіберді. Немене, емешектерің езіліп, ежілерсе қалыпсыңдар? Тамылжыған түн тыныштығын бұзған байыздың даусындай сүйкімсіз бұлын Мелстік еді. Осымен де қоймай, Алмашты дөрекі түрде қолынан өзіне қарай тартып қалды.
Алмаш бойын шалт жиып алды да, жүзі сұрлаңқырап, танауы әнтек қусырла, екі көзі шоқ шыққандай жалт-жылт етіп тістене сыбырлады. Меліс, ақыры шығыспайтын адамдармыз, жігіт екенсің, дегеніңе жеттің, өтірік емес, әйел еттің, бірақ әйелің ете алмайсың. Алдыңда тұрған мына жігіт, мейлі оң құлағымен ест, мейлі сол құлағымен ест, мен үшін сенен 100 000 миллион есе артық, деді де, көзіндегі келкіген жасты екеумізге көрсетпей түн қараңғылығына сүңгіртті. Құлағымда қалған бұрыла бере, ал құда бала, қош бол деген сөз еді. Меліспен қоштаспастан кері бұрылдым да үйге тарттым. Санамды Алмаштың ышқына шырқырай айғайлай шыққан дауысы осқылап төсегімде өкіре құладым. Таң жарығында өз-өзіммен сыбырласа ояндым. Аузымнан ақтық жолдар төгіліп жатыр екен. Жападан жалғыз қалғанда, қападан жүйрік талғанда, еткенше сені сормаңдай, түсерем отқа ойланбай. Жүзіңді мұңсыз көрсемші, гүлдерді бірге терсемші, бақытсыздығыңды көргенше әдірем қалып өлсемші, қара жерге енсемші, маңдайға бақ боп қонсаңшы, жаныңда мәңгі болсамшы, жаныңда мәңгі болмасам, көк жуадай солсамшы. Ол әңгімесін аяқтады. Арамызда аз кем үнсіздік орнады. Қазір Алмаш қайда? Аудан орталығы болып саналатын шағындау қаладағы тігін фабрикасында бас инженер. Қабен Ләйла атты ұл қыздары бар екен. Жұбайын жақсы жігіт деп жұрт мақтайды дейді. Өмірден мүжіліп, еңсесі үзіліп кетпей, орнын тауып, өсіп-өніп кеткен қандай жақсы болған. Өз отбасың жөнінде айтпайсың ба? Шырай деген бәйбіше, Алмаш, Мирас, Медеу деген перзенттеріміз бар. Шыраймен қалай таныстың? Деген сұрақтың құлағы қылтиғанын сезіп тұрсың ба? Ой, ол да бір ұзақ қиқая. Оның сәтін салса, келесі бір жолы әңгімелеп беремін, деді Қабен.